Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай мантының пісіру жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін төменде көрсетілген мөлшерде ұнымызды, су және жұмыртқамызды қосып қамыр илейтін боламыз. Жақсылап иі қанғанша илейміз. Одан кейін салафанға салып қойып, тағы да иі қанғанша қайырып илейміз. Екі қайтара осылай жасайтын боламыз. Біздің мантымызға керегі ет, пияз және асқабақ. Пиязды мен ет қанша мөлшерде қоссам, пиязды сонша мөлшерде қосылатын болады. Және осыларды осылай турап алып, оларға тұз, бұрыш, паприка қосатын боламыз. Енді жақсылап араластырып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен ешқандай сұйық май қоспаймын. Осылай малдың майын қосатын боламын. Құйрық май болса, егерде қойдың құйрық май болса, мантыңыз керемет шығатын болады, майлы болып. Енді қамырына кірсек, қамырын жаямыз. Иі қанған қамырдың осылай бірінші қолымызбен жайып аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен ары қарай шетін бірінші жая отырып, қамырдың ортасын баспаймыз. Оқтаудың ортасын баспай, тек екі шетімен ғана